Қайырлы күн, бүгін біз ет асатын боламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бізге қажетті өнімдер алдын ала өзіңізге ыңғайлы еттерді алып, жуып аламыз. Оны ыдысқа салып, бір уыс тұзбен жақсылап қайнатамыз. Қайнаған кезінде бетінде көпіріктерін жақсылап тазалап аламыз. Бетіне шыққан көпіріктерді тазалап алғаннан соң қазымызды тесіп шығамыз, жарылып кетпес үшін. Көбігін тазалап алғаннан соң етіміздің астын баяу отқа қойып қоямыз. Дәміне қарай картоп, сәбіз, пиязымызды салып піскеннен соң алып тастаймыз. Лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Енді подливін жасауға кірісейік. Пиязды осылай дөңгелектеп немесе жартылай турадым. Ары қарай қызанақ қостым. Бұның барлығын сорпамыздың бетіндегі майына бір қайнатып алатын боламыз. Ары қарай қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн және сорпа, жаңа қайнап жатқан етімізден сорпамызды алып, мөлшерін жазып қоямыз, қамырымызды илеп аламыз. Менде осындай 2 суала шықты. 2-ге бөліп, ұйуы қанғаннан соң қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды жұқа етіп, немесе өзіңізге ұнамды қалыңдықта жайсаңыз болады. Қамырымызды жайып болғаннан соң өзімізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Енді етімізді сүзіп алғаннан соң көлеміне қарай су құйып, тұзын көріп, ары қарай қамырымызды қайнап тұрған сорпаға саламыз. Қамырымыз езіліп кетпеген дұрыс болады. Енді ыдысымызға салып алып, бұдан соң бетіне жаңағы дайындалған подливімізді, пиязымызды құямыз. Пиязымызды құйып болғаннан соң, ары қарай етімізді салып, оның бетін әрлеу үшін осындай подливті тағы да пияздарын құйсақ болады. Картопымызды, сәбізімізді салып, асты ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.